Сол шамалы кездесу бірер сөз менің тағдырымды өзгертті деп айтуға болады. Таңғаларлығы сол кейде елбасы тығырыққа тіреліп тұрғаныңды сезіп қоятындай. Трудный момент. Қиын сәттерде, әсіресе бәрін тастап кеткім келген кезде ол кісінің ойымнан қайтуыма ықпалы тиді. Осы сенім ғана мені үнемі алға жетелейді. Вы знаете, та же Германия, в которой я учился. Білесіз бе, мен білім алған Германияда астанасын Боннан Берлинге ауыстырған мемлекет. Берлин басқала болғанымен, астананы ауыстыру үдерісі 10 жылға дейін созылды. Қателеспесем 2001 жылдар болатын. Елбасы сапармен біз тұратын қалаға келді. Сонда журналистер оған сұрақ қойды. Елдің бюджеті әлі қалыптаспаған шақта, жас ел аз ғана уақыттың ішінде мемлекет астанасын, былайша айтқанда, сары далаға қоныс аударды. Осындай шешім қабылдауға не түрткі болды? Асықпай, жоспарлы түрде бастамасқа болмас бе? Деген сауалға елбасы қалжыңмен ғана мысал келтіре отырып, қысқаша жауап берді. Сіздер білесіздер ме? Қазақтар бұл немістер емес. Егер немістер 10 жыл деп қойса, онда ертесіне пойыздың кестесін жасай бастайды. Ал бізде 10 жылға деп бұйрық берсең, жарты жыл қалғанда ғана қозғала бастайды. Сол себепті 9 жыл күтудің керегі бар ма өзі? Так зачем ждать 9 лет? Шетелдіктер жас мемлекеттің көшбасшысының шынайы көңіл, таза ниетпен қолға алған астананы сардалаға ауыстыру туралы бастамасының қазақ елінің қала құрылысындағы ірі жаңалық болатынын білді ме екен? Осы арқылы әлемдік құрылыс архитектурасының жаңа парағы ашылғанын айтпасқа болмайды. Астананы ауыстыру туралы шешім қабылданған уақытқа қарасақ, Қазақстан үшін ауыр кезең болды. Экономика шатқаяқтап әзер тұрды. Депутаты были избраны. Бюджет тапшет, қаражат болмады. Депутаттар әрбір мекемелерден сайланды. Шахтерлерге осыншама, мұғалімдерге, медицина білім саласына осыншамадан керек дегенде бюджет үшін тартысатын. Кей кездері үзіліс арасында кәдімгі төбелес болатын. Соңында бюджет бекітілмей қалатын. 93 жылы парламент тарады, ал бюджет сол күйі бекітілмей қалды. Осындай қиын жағдайда, әрине, қазір сөзбен айту, жазу оңай шығар, алайда шыны керек өте ауыр кезең болды. Написать можно легко. Соған қарамастан 1994 жылы парламенттің пленарлық отырысында мінберде сөз сөйлеген Нұрсұлтан Назарбаев нақты әрі дәлелді түрде Ақмола қалайда тәуелсіз Қазақстанның жүрегі мен бетке ұстар қаласы болу керек деген ойын ашық айтты. Анализ, проведенный по 30... Ғылыми түрде жасалған талдау қорытындысының нәтижесінде Ақмола қаласы Астана атануға лайық деп танылды. Талдау 32 көрсеткіш бойынша, яғни әлеуметтік экономикалық, климаты, ландшафт, сейсмологиялық жағдайы, қоршаған орта, транспорт, құрылыс кешендері, еңбек ресурстары сынды факторларға негізделіп жасалды. 6 июля перед 6 шілдеден парламент демалысқа кету керек болатын. Германия бұл шаруаға ұзақ жылын жұмсады. 20 жылдан соң біз де болмаймыз. Сондықтан келісімімізді берейік делінді. Осылайша, аяқ астынан парламентшілер, президент аппаратындағылар, үкіметтегілер демалысқа бармайтын болды. Бұл 1994 жыл болатын. Ал 97 жылы ауыстыру басталды. Астананы ауыстыру ауызбен айтып жеңіл қабылдай салатын оңай шаруа болған жоқ. Алайда тәуелсіз жас мемлекеттің көшбасшысы ретінде Нұрсұлтан Назарбаев стратегиялық тұрғыдан көрегенділік танытып, алға айқын мақсат қойып, биік белестерді бағындыруға кірісті. Осылайша елбасы халқының болашағына сарқылмайтын инвестиция салды. Жаңа Астана жарқыраған келбетімен ғана емес, ішкі және сыртқы коммуникациялық іскерлік байланысымен де ерекшеленуі керек болатын. Әлемнің озық елдермен тығыз байланыс орнатып қана қоймай, саяси һәм экономикалық қатынастарда терезесі тең серіктес екенін дәлелдеуі тиіс еді. Осылайша өз тағдырын елмен байланыстырған қазақстандықтар биік мақсатқа ортақ мүдде арқылы жетуді мұрат тұтты. Я думаю, Көштен қалып бара жатқанымызды ол бірден ұғынды. Мұны өзгерту үшін жаңа Астана, жаңа адамдар, жаңа буын қажет болды. Осылайша белгілі межеден өтіп, дамудың даңғыл жолына түсті.
Жаңа қалада алдымен денсаулық сақтау, білім беру сияқты салаларға жағдай жасау керек болды. Осы мақсатта елбасы Астананың құрылысына әлемдегі білікті мамандарды шақыруға тырысты. Дегеннен ақ елбасы жаңа қаланы батыс пен шығыстың басы біргетін, халықаралық жаһандық мәселелер шешімін табатын алаң деп елестетті. Сондай-ақ Астана ел тұрғындар үшін жаңа Қазақстанның бойтұмары әрі мақтанышы болса екен деген тілек болды. У меня был отчетный концерт. 97 жылы Республика сарайында есеп беру концертім өтті. Шараға елбасын, үкімет мүшелерін және шетелдік қонақтарды шақырдым. Концерт біткен соң елбасының қабылдауында болдым. Сонда тұңғыш президент шығармашылық концерттің өте жоғары дәрежеде өтті. Тағы қандай идеяларың бар деп сұрады. Идея көп айта берсем. Алайда нақтыласам, көбіне гастрольдерде жүрем, шеберлік сағаттарын өткізем. Мүмкіндік болса, халықаралық деңгейде орталық ашсам деген ойым бар дедім. Қай қаладан деген сұраққа Алматыдан деп жауап бердім. Ал елбасы, Алматыда Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерватория бар. Жаңа аймақты игеру керек. Жаңа консерватория жаңа Астанада ашылады деп жауап берді. Мен 15 жылдай Москвада инсурнер-хирургияда оқып қызмет істеп жүргенде бір сапармен сол орталыққа Нұрсұлтан Әбішевтің өзі келді. Сол шамалы кездесу елге қайту керек деген бір сөз менің тағдырымды өзгертті деп айтуға болады. Ақиқатында ұлт көшбасшысы жаңа Астананы салуда сырттай бақылап қана қоймады. Істің басы қасында жүрді. Тікелей басшылық жасады. Ол әр қадамын ақылмен, ой елегінен өткізіп қана жасады. Өзі сияқты өрісі кең, зеректе ақылды азаматтарды шоғырландырды. Себебі өз ісінің хас шеберлері ғана кез келген қиындықты еңсере алатынын білді. И когда переезжали, здесь... Астанаға көшерде сенаторлар, аппарат, үкімет басшыларын соғысқа бара жатқандай шығарып салатын. Астанаға келгенде онда 42 градус аяз болатын. Кәдімгідей соғыс әндеріндегі көзіміз жасқа толып келдік. Мұнда келсек, ештеңе жоқ, құр тақыр. Таңертең суда ағызсақ, су жоқ, ақпайды. Барлық құрылғылар аяздан қатып қалған. Ал минералды сумен жуынуға тура келді. Көрмеген соң ешкім сенбейді. Это было очень сложно, Өте бір ауыр кезең болды. Біз қалалық тұрғын едік. Жылы жаққа үйренген. Бәрі дайын, қол жетімді. Алматыдан кейін жөндеу жүргізілмеген жатақхана, училищенің ғимараты, төмен жалақы сынды кедергілерге үйренісу оңай болмады. Жұмысты бастау үшін мұның барлығын ортақ бір жүйеге келтіріп алу керек болды. Тимирязев музыкалық мектебі училищенің барлық ұжымын біріктіру және жоғары дәрежелі академия құру оңай шаруа болмады. Картоп сатып алып тасығанымыз есімде. Біздің интернатымыз болды. Балалар аш қалмасын деген ой еді. Жатақханадағы ұстаздар айлық жалақысын уақытылы алса екен деген тілекте болдық. Осы сұрақтардың барлығын Қаржы министрлігі, Мәдениет министрлігі және басқа да түрлі құрылымдық жүйелер арқылы шешуге тырыстық. Мұндай жағдайда жұмыс істеудің үміттен гөрі күдігі басым еді. Тыңдап алған бағыттың дұрыстығына шек келтірмеген жалғыз адам ол Нұрсұлтан Назарбаев еді. Өзі ғана емес, өзгелердің де кері шегінуіне жол бермеді. Однажды он собрал всех. Бірде ол қаланың әкімі мен архитекторын, құрылысшыларды жинап алып, автобус пен нысандарды аралады. Бір-екі нысанды аралап болған соң, шетте тұрған құрылыс алаңына келіп тоқтады. Енді батпақ жолмен жаяу жүріп, әрі қарай не істеуге болатынын ойланыңдар деді. Ол адамдарды жұмыс істету үшін түрлі әдістер қолданды. Заставлял людей работать. Жай ғана қала емес, тұтас мемлекет тұрғызылды. Сондықтан қаланың көз тартарлық келбеті ғана емес, тұрғындарының өмірі, жайлы тұрмысы да маңызды еді. Алдымен мұғалім дәрігерлер, инженер қаржыгерлерге мән берілді. Осы санаттағы танымал тұлғалардың бірі қазақстандық кардиохирург Юрий Пя болатын. Ну, это уже был 10-й год моего нахождения. Жаңа Астанаға көшу туралы 2003 жылы ұсыныс жасалды. Осыдан келген соң, кардиохирургия саласында бұрын-соңды болмаған жұмыстарды қолға алу міндеттелді. Түркиядағы 10-шы жылым еді. Мен Түркияға Кеңес одағы ыдырағаннан 90 жылдардың басында көшіп кеткен едім. 10 жылда маман ретінде қалыптасып, біршама жетістіктерге жеткенмін. Сол тұста менің Астанаға ауысу туралы шешімді құптай қойғандар аз тұғын. Көбі уақытша демал салып, алдымен жағдайды көріп кел деген ақылдарын айтты.
себебі олар нақты бірдеңе болады дегенге сенбеді. Ал мен соған қарамастан радикалды шешім қабылдадым. 2003 жылдың 14 желтоқсанында ұлттық медициналық орталыққа қарасты шағын ғана хирургиялық клиника ашылды. Шараға елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы келді. Мен ота жасау залын көрсеттім. Міне, осы жерде біз жүрекке күрделі ота жасаймыз дедім. Залға кірген тұста елбасы маған осы қалпыңнан тайма, мен саған сенемін деді. Бұл шешімім менің өмірімде маңызды орын алғаннан кейін түсіндім. В моей жизни. Бүгінде ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығы орталық Азиядағы жетекші кардиохирургиялық клиникаға айналды. Мұнда емделу үшін түрлі елдерден жүздеген адам келеді. Ұлттық нейрохирургия орталығы да орталық Азиядағы жетекші клиника ретінде танымал. Америкадан да келген кісілер бар, Германиядан келген кісілер бар, Турциядан келген кісілер бар. Біздің өзімізді есеп жүргіземіз, 17 мемлекеттен бізге келген екен кісілер. Осы орталық ашылмай тұрғанға дейін Дүниежүзілік нейрохирургтар ассоциациясының сертификатына біз 1-2-3 адам іліккенбіз. Қазір Қазақстанның 80% нейрохирургтарында осындай сертификат бар. Академиктің айтуынша, нейрохирургия және кардиохирургия саласы көлемді қаржылық қолдауды қажет етеді. Осы екі саланы қаржыландыруға қуатты экономикасы бар, ауқатты елдердің ғана әлеуеті жетеді. Ал біздің мемлекетіміз бұл міндеттерді ойдағыдай атқарып шықты. Наш город в будущем должен быть городом. Біздің қаламыз болашақта ғылымдағы жетістіктермен мақтана алатындай болуы керек. Қалада әлемнің үздік білім ордалары, кәсіби мамандар шоғырланған медицина орталықтары, адамдарға жоғары дәрежеде қызмет көрсететін орындар болуы тиіс. Инвесторларға біз қақпаның бәрін ашып тастадық. IT университеті ашылды, IT хаб ашылды. Зияткерлі мектептерден кейін қазір қарасаңыз, жеке мектептер ашылып жатыр. Европаның немесе Американың үздік профессорлары, мұғалімдері келіп, біздің мектептерде, университетте сабақ беруде. Бұл елбасымыздың білікті маман, білікті ұрпақ, білімді ұрпақ тәрбиелеуге бағытталған жолы деп айтуға болады. Многие руководители говорят: идите. Көп басшылар барыңдар деп айтады, ал нағыз іскер көшбасшы ғана менімен жүріңдер деп айтады. Елбасының осындай қасиеті болды. Ол бәрімізді біріктіре білді. Кейде қандай да бір реформаны қолға аларда, қол бармай қиын сәттерге тап болғанда, елбасы қиналған сәтіңді бірден байқап, бойға күш-қуат беретін сөздер айтатын, қанаттандыратын. Сол демеу сөздің өзі алдағы жарты жылыңа жететін қуат сыйлайтын. Елбасы адамдармен сөйлескенде үнемі жадыратып, жақсы сөзімен қолдап отырды. Кстати, я всегда говорю... Алдымен ол кісінің әрбір адамға деген зор сеніммен қарайтын баса айту керек. Елбасы іс барысында әрбір адамға зор құрметпен, биік сеніммен қарайтын. Адамдағы сенімнің күші қолға алған істі бастарда тау қопаратындай қуат беретін. Сондықтан да елбасының маған деген сенімі бойыма күш, еркіме қанат бітірді. Осы күш-қуат арқылы музыка академиясын, болашақ университеттік құруда тек алға ұмтыла бердім. Сеніммен әрқашан алға жетеледі. Елбасының бойында көңілді энергиясы бар екенін үнемі айтып жүремін. Қандай да бір жобаны қолға алса да ол кең көңілмен, зор сеніммен бастайтын. Университет ашу туралы айтса, қолдаса, бірден орындалатын. Астана операнда ойға алды. Қазір керемет театрға айналды. Үлкен концерттік зал ашу керек болса, онысы Кюнск залынан кем болмайтын. И в трудный момент, Жаңа астанада жетік технологиялар мен әдістерге негізделген операциялар жасалды. Қазақстанда былай қойғанда, орталық Азияда алғашқы болып жасалған операциялар болды. Тіпті кей операциялар әлем бойынша алғаш рет біздің елде ғана енгізілді. Әрине, бұл жұмысыңа шалқар шабыт береді. Осындай жетістіктерден кейін алға қарай еркін қадам басасың. Орталықта істеп жүргенін мақтан тұтатын жастарымыз өте көп. Әрине, жұмыс болған соң қиын кездерде болды. Осы уақыттары жұмыстың бәрін ысырып қойып, басқа жаққа кеткім келгенде, елбасының маған деген сенімі бәрін орнына қойды. Себебі сенім білдірген адамыңның сенімін ақтамау мен үшін үлкен қателік болар анық. Сондықтан да елбасыға деген зор алғыс сезімім осы жерде жұмыс істеуімде маңызды рөл атқарды. Сарыарқаның төсінен Астана салу үміттен гөрі күдігі басым арман еді. Үскірік боран, шөл даланы ешкім ұмыта қойған жоқ шығар. Бір кездері зор үмітпен, батыл мақсатпен арманын ақиқатқа балап, болашағын осы жерден көргісі келді. Көргеніне сенді де. Сардаласы гүлдеп, самал желі еркіндік сыйлаған биік қалаға айналды. Көкті тіреген алып ғимараттар бой түзеді. Осылайша тәуелсіздіктің символы, болашақтың қаласы бой көтерді. Орталық Азияның жүрегі Нұрсұлтан.
тәуелсіздік жылдарындағы ірі жетістіктердің біріне айналды. Тұңғыш президенттің, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының осындай тағдыр шешті шешімі деп айтуға болады. Мысалға, мыңдаған жастар келді. Осы жерде өзінің орнын тауып жатыр, арманы орындалып жатыр. Ары қарай енді қазір біз жаһандану заманындамыз, шекаралар ашық. Осы жерден ары қарай әлемдің үздік қалаларына барып, сол жердегі білім алып, көргенін, білгенін келіп, елімізге еңбегін сіңдіріп жатыр деп айтуға болады. Ал Нұрсұлтанның дамуы, ол еліміздің дамуы, себебі өзімде өңірде жұмыс атқардым. Біз қашанда осы астанамыз Нұрсұлтанға қарап отырамыз. Жас Астана ғылым, іскерлік қатынастар мен өнердің ұлы ордасына айналды. Тұрғындарға жайлылық сыйлады. Шетелдіктерді қонақ жайлылығымен қуантты. Ол әлемдегі әлеуетті, қарқынды дамып келе жатқан бейбіт сүйгіш мемлекеттің бас қаласы ретінде танылды. Дәл осы жерде ірі спорттық шаралар, экономика, дін, қауіпсіздік мәселелері бойынша халықаралық жиындар тұрақты өтіп тұрады. Осылайша ұлт көшбасшысының алға қойған ұлы мақсаттары 100%-ға орындалды. Изначальный лидер. Мен ол кісі нағыз көшбасшы деп санаймын. Тамыры үзілген мемлекеттіліктің құқықтық негізінің қайта қалыптасуына өлшеусіз үлес қосты. Оның негізгі белгілері болмаған анық. Мемлекеттілікті қайта құрды дегенді айтқанда, ол сөзбе-сөз айта салғандағы дүние емес. Расында солай болды. Елорда жоғары қарқынмен дамып өсіп келеді. Бас қаланың алдында жаңа міндеттер тұр. Биік мақсаттардың орындалуына Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев айрықша көңіл бөлуде. Президент қала инфрақұрылымын дамытуға инвестиция тарту, құрылыс қарқынын арттыруға, тұрғындардың тұрмыс тіршілігінің одан әрі жақсаруына қатысты жұмыстарды жүйелі жалғастырып келеді. Мұнда адам өміріне қажеттінің бәрі бар. Әрі қарайда адамдарға рахат сезімін, шуақты қуаныш сыйлайтын сүйікті мекенге айналады деп сенем. Жаңа ұрпақ, өзгеріске толы әлем, басқа да қажеттіліктер түрлі кедергілер мен тәуекелдерге әкеп соғады. Алайда бойымызда кез келген кедергіге төтеп беретін күш қуат бар. Себебі біздің алдымызда болашаққа сеніммен қарайтын, шынайы махаббат пен адалдықтың үлгісін көрсеткен Нұр Сұлтан қаласы тұр.